Тарихтан бірінші тарих жұмысы Мақсұтбек Арыс. Мен қазір сіздерге 6-12 ғасырлар арасында Орта Азия және Қазақстан жерінде өмір сүрген түркі мемлекеттері туралы айтатын боламын. Ең бірінші ол түрік қағанаты. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрді. Түрік қағанаты тарихтағы алғашқы түркі мемлекеті ретінде саналады. Бұл 552 жылы Бумын қаған Жужан мемлекетіне қарсы жорық жасап, оны талқандап, тәуелсіз мемлекет құрды. Және орталығы Алтайдағы Ордабалық қаласы. Аумағы Алтайдан Қара теңізге дейінгі аймақ. Міне көріп отқандарыңыздай, аумағы Алтайдан Қара теңізге дейінгі аумақ. Екінші ол Шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты 603-744 жылдар аралығында өмір сүрді. Бұл мемлекет қазіргі Монғолия аумағында құрылды. Яғни осы түрік қағанатының шығыс жағында, қазіргі Монғолия жерлерінде. Алғашында қағанат әлсіреп Қытайдан, яғни Таң әулетіне тәуелді болып қалды. Бірақ 682 жылы Құлтық елтеріс қаған мемлекет тәуелсіздігін қалпына келтірді. Оның кеңесшісі Тоныкөк болды. Бәріміз білетіндей, Білге қаған мен Күлтегін қаған кезінде осы Шығыс түрік қағанаты өз күшіне енді, және осы кезеңде жазылған Орхон Енисей жазба ескерткіштері өте тарих үшін, біздің мәдениетіміз үшін өте маңызды рөл атқарады. Және осы жазулардан біз олардың Қытайға қарсы соғыстарын көре аламыз. Жалпы осы Шығыс түрік қағанатында түркі мәдениеті дамыды, Орхон ескерткіштері жазылды. Содан соң Батыс түрік қағанаты туралы айтып кетсем, ол да 600-744 жылдар аралығында өмір сүрді. 600-704 жылдар аралығында өмір сүрді. 603 жыл түрік қағанаты бөлінгенде Жетісу жерінде Батыс түрік қағанаты құрылды. Батыс түрік қағанаты міне осы Жетісу тұсында, яғни Суяб, Талас қалалары арасында орналасты. Жетісу Шығыс Түркістанды да қамтыды. Билеушісі Тон Ябғу қаған болды. Бұл мемлекеттің халқы Онок Будон деп аталған 10 тайпадан құралды. Әрбір тайпа қағанға бағынышты болды. Қағанаттың ең қуатты кезеңі ол Тон Ябғу қағанның билігі 618-630 жылдар. 751 жылы билікке талас, осы Батыс түрік қағанатында түрік қағанаты сияқты билікке талас ыдыратып жіберді. 704 жылы бұл қағанатта ыдырап, кейіннен оның орнына Түргеш қағанаты келді. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрді, және астанасы Суяб, Талас қаласы болды. Аумағы Жетісу өңірі. Билеушілері Үшшелік және Сұлу қаған. Оның орталығы Суяб қаласы болды. Халқы екіге бөлініп, сары түргештер және қара түргештер. Ең әйгілі билеушісі ол Сұлу қаған. Оны халық сақал деп атаған. Сұлу қаған арабтардың орталық Азияға жорықтарына қарсы күресті. Яғни 751 жылы Атлақ шайқасында түргештер, бұдан соң арабтармен одақтасып, түргештер Қытайларға қарсы шықты, және осы кезде арабтар жеңіске жетіп, олардың жалпы Орта Азия аумағында өзінің қалай айтсам болады, арабтар өз ислам дінін енгізе бастады осы Орта Азия аумағында. Сонымен қатар Түргеш қағанаты Ұлы Жібек жолының батыс тармағын иеленді, және осы Түргеш қағанатындағы Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар өркендей бастады. Енді кезек Қарлық қағанаты 756 жылдан 940 жылға дейін өмір сүрді. Қарлық қағанаты да Жетісу жерінде құрылды. Астанасы Баласағұн. Жетісу Шығыс Түркістан аймақтарын алған, және белгілі қағаны ол Білге Қадыр қаған.
Қарлұқтар көршілес мемлекеттермен тығыз байланыста болып, олар ұйғыр қағанатымен ұзақ соғысып, кейінірек ислам дінін қабылдауға жақын болды. 8-9 ғасырларда Жетісу мен Сырдария бойында ислам діні тарай бастады. Қарлұқтардан кейін Қарахан мемлекетінің негізі қаланды. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларда өмір сүрді және аумағы Сырдария, Арал, Каспий маңы, астанасы Яникент болды, яғни Сырдария жерлері. Оғыз мемлекеті Сырдарияның төменгі ағысында Арал теңізі маңында құрылды, астанасы Янкигент болды. Оғыздардың құрамында 24 тайпа болды және олардың билеушісі Жабғу деп аталды. 10 ғасырда Әлихан Оғыз мемлекетін күшейтті, оғыздар шалжықтармен тығыз байланыста болды. 11 ғасырда оғыздардың бір бөлігі кіші Азияға көшіп, қазіргі Түркия халқының этникалық негізін қалады, яғни тарихи маңызда осында болып тұр. Одан соң ұйғыр қағанатына тоқталсақ, ұйғыр қағанаты 744-840 жылдары өмір сүрді және астанасы Қарабаласұғын болды. Оның аумағы Моңғолия және Шығыс Түркістан аймақтары. Ұйғырлар буддизм мен манихи дінін қабылдап, мәдениет пен жазуды дамытты. Ұйғыр жазуы кейінгі түркі халықтарына тарады. Алайда 840 жылы қырғыздар ұйғыр қағанатын талқандап, осы 840 жыл мемлекет өмір сүруін тоқтатты. Енді кезек Қарахан мемлекетінде бәріңіз білетіндей, ол 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрді және ол Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы мұсылман түркі мемлекеті болып саналады. 942 жылы Сатық Борға хан исламды қабылдап, мемлекеттің ресми дініне айналдырды және астанасы Баласұғын қаласы болып. Осы Қарахан мемлекетінде қазақ жерінен алғаш мұсылман мемлекет болғандықтан, Қарахан мемлекетінде көп мәдени өрлеу болды. Мысалы айтсақ, Жүсіп Баласұғынның еңбектері және Махмұд Қашқаридың Дивани Лұғат атты түрік сөздігі жазылды. Бұл еңбектер тек әдебиет қана емес, бүкіл түркі әлемінің тарихын танытатын аса құнды мұралар. Қарахан мемлекеті Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтарын алып жатты. Енді кезек Қарақтай мемлекеті, ол 1128 және 1213 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарақтайлар Жетісу жерінде билік жүргізді, астанасы Баласұғын болды. Міне картадан көрсетсем, Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтары. Олар буддизмді ұстанып, Қытай мәдениетін енгізуге тырысты, бірақ халыққа ауыр салық салды. Соның салдарынан жергілікті халық қарақтайларды қолдамады. 1210 жылы қарақтайлар құлады. Қимақ Қыпшақ бірлестігі 11 ғасырларда өмір сүрді және қимақтар ертіс бойында мемлекет құрды. Кейін олардың орнын қыпшақтар басты. Қыпшақтар 11-13 ғасырларда өмір сүрді және Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырларда өмір сүрді. Астанасы Сарайшық болды. Қыпшақ хандығы аумағы Еділден Алтайға дейін созылды. Көріп тұрғандарыңыздай ұлан-ғайыр жер. Осынша аумақ Қыпшақ хандығына тиесілі болды және де Қыпшақтар Евразия даласында үстемдік етті. Оларды орыс жылнамаларында половецтер, батыста кумандар деп те атады. Қыпшақтар Киев Русімен, Хорезммен және Византиямен байланысты. Қыпшақтар Византиямен, Хорезммен және Киев Русімен байланыста болды. Олар әскери қуатымен танылды. Қыпшақтар қазақ халқының этногенезінде өте маңызды рөл атқарады. Қыпшақтардан кейін Хазар мемлекетіне тоқталсақ, олар солтүстік Кавказ, Еділ маңы және Каспий маңын иеленді және билеушілер хандар болды. Айта кететін тарихи оқиғалар, олар Ұлы Жібек жолындағы рөлі зор болды, бірақ кейіннен бұл мемлекетте әлсіреді. Одан кейін Найман, Керей, Меркіт мемлекеттеріне тоқталсақ, Наймандар Баласұғынға дейінгі жерді иеленді. Картадан көрсетсем,
орталық Қазақстан және Алтай маңы. Осы Найман мемлекетінің шығыс бөлігінде Керей мемлекеті өмір сүрді. Олар орталық және солтүстік Монғолия жерлерін иеленді. Найман мемлекеті 9-12 ғасырларда өмір сүрді. Астанасы Ертіс, Орхон бойы болды және олар 12 ғасырда Шыңғыс ханға қарсы күресті. Бірақ осы Найман мемлекеті тарихи маңызы ол қазақтың этникалық құрамына кіреді. Керей мемлекетіне тоқталсақ, ол 11-12 ғасырларда өмір сүрді және де астанасы Битөбе болды. Орталық және солтүстік Монғолия аймақтарын мекендеді. Хандарына тоқталсақ, Маркус хан және Торғыл хан Шыңғыс ханмен одақтасып, кейін оған қарсы шықты және керейлерде қазақтың этникалық құрамына кіреді және керейлердің арғатасы олар да түріктер болып саналады. Меркіттер 11-12 ғасырда орта Сібір, солтүстік Қазақстанда өмір сүрді және Найман керейлермен одақтасып, Шыңғыс ханға қарсы күрес ұйымдастырды. Маңызы ол да қазақ халқының құрамына кірген тайпалардың бірі. Қорытынды 6-12 ғасырларда Қазақстан аумағында көптеген түркі мемлекеттері құрылып дамыды. Кейін бірінің бірін орын басты. Және осы түркі мемлекеттерінде Ұлы Жібек жолы арқылы мәдени байланыстарды дамыды, қала мәдениеттері өркендеді. Ислам діні осы түркі мемлекеттерінде таралды. Қазақ халқының этникалық негізін қалыптастырды. Демек, түркі мемлекеттері біздің тарихымызда орасан зор рөл атқарады және осы тарихымыздың алтын қазығы деп те айтуға болады.